Білесіз бе, егер біз балаларымызға Иса үшін ықпал етуді қаласақ, біз оларға тек рухани нәрселерді ғана үйретіп қоймай, оларға қызмет ету мүмкіндігін қарастырып, олардың сұрақтарына жауап беруіміз де қажет. Олардың қалай ойлайтынын, нәрселерді қалай қабылдайтынын көруге мүмкіндік жаратуымыз қажет. Сіз бұл ойды жаратпауыңыз мүмкін, бірақ менің ойымша бұл керемет. Балаларымның өмірге деген көзқарасын түсінуге көмектескен менің істеп көрген тағы бір керемет нәрсе мынау болды. Бұны істеу сізге қолайсыз да болуы мүмкін. Біз сауда орталығына барып, әсіресе милад қарсаңында немесе жұрт құжынайтын уақытта, ортада қойылған орындықтарға жайғасып, балаларыма бірнеше сұрақтарға жауап беруді сұрайтынмын. Өзіммен тек бір не екі баламды ғана апаратынмын. Мен айналаға қараңдарда, сендердің ойларыңша ең бақытты адамның кім екенін айтыңдаршы деп сұрайтынмын. Сосын мен, неге солай ойлайсыңдар? Солай мен балаларымның бақытты қалай түсінетінін анықтайтынмын. Келесі қоятын сұрағым: сендердің ойларыңша ең көңілсіз адам кім? Олар маған сипаттап беретін. Ал мен, неліктен сендер оны көңілсіз деп айттыңдар? Неге олар көңілсіз деп ойлайсыңдар? Сонда мен өз балаларым жайлы көп нәрсе үйренетінмін. Тағы бір сұрағым: ал осы жердегі ең көңілді адам кім? Анау кісі әке деп жауап бергенше, сіз мүмкін 5 минуттай күтетін шығарсыз. Неліктен оны көңілді деп ойлайсыңдар? Содан кейін мынадай сұрақтар қоятынмын: өздерін көріп тұрған адамдардың ішінен ең жақсы киім киген кім? Сіз неге бұндай сұрақ қойдыңыз деп сұрауыңыз мүмкін. Өйткені мен балаларымнан нені ұнататынын, ненің сәнді екенін, ненің әдемі екенін білдім. Сосын, ал ең жаман киінген адам кім деп сұрадым. Бұл сұрағыма олар тез жауап берді. Балалар ғой. Немесе осы адамдардың ішінде ең күлкілі киінген кім? Кім біртүрлі киінген? Сіз бұны не үшін істеп жатырсыз деп сұрауыңыз мүмкін. Өте қарапайым. Мен балаларымнан олардың түсінігі бойынша ненің күлкілі, ненің біртүрлі, кімнің көңілсіз, кімнің бақытты, жақсы киіну, жұпыны киіну, тағысын тағы үйрендім. Осылардың бәрін мен балаларыммен көңілді уақыт өткізіп отырғанда және әйеліммен бірге дүкеннен дүкенді аралап жүрмейтін кезде үйрендім. Мен балаларыммен айналысатынмын. Және әрқашан отбасымызбен сауда орталығына барғанымызда мен үнемі қызықты бір нәрсе ұйымдастыратынмын. Менің айтқым келіп отырған нәрсем, балаларыңызбен уақыт өткізіңіздер. Оған ешқашан өкінбейсіздер. Өйткені сіз олармен бірге болғанда, олар сіздің құндылықтарыңызбен ұстанатын нанымдарыңызды еріксіз өздеріне қабылдап алатын болады. Сіз оларға Иса Мәсіх үшін ықпал ететін боласыз.